Бәбәм, сәлем Стамбулдан. Бұл Самастаса видеолерінің 42-ші күні. Бүгін сіздерге экран мағырабы айтайыншы. Бүгін сіздерге бұрын сөз бергендей, бүгін сіздерге до и после видео түсірейін деп жатырмын. Мына киімдерді естеріңде бар болар, жоқ болса мін жерге ма, скорее всего, мен жерге тіркеп кетемін. Бұрын мына киімді киіп түскенім ол кезде мен 101 деген килограмм болдым, не помню, есімде жоқ. Ол кезде мына киімдер салынбай тұрған, қазір көрсетіп кетейін сіздерге. Қазір де бір күшті болып тұрғанша, бірақ енді ілектері салынып тұр. Міне, мына жерлер көріп тұрсыз ғой да. Алыстан көрсетейін. Мына жерге бұрын қандай болып тұрды, соны көрсетіп салып кетемін. Қазір көріп тұрған бәріне қараңыздар. Ілгек салулы, бірақ тырсиып тұр. Міне, көріп тұрсыз ба? Мынада салулы, бірақ тырсиып тұр. Көрдіңіз ба? Міне, тырситып салдым. Бұрын білесіздер ғой, мына жақта тұрды ғой, міне. Мынау көйлек вообще мына жақта тұрды, салынуға келген жоқ. Мына қолдар тырсиып тұрды. Бармайтын болды. Қазір міне барып тұр, көрдіңіз ба? Мына жер барып тұр, бірақ әлі де бұрын қалай тұрды. Бұрын кең болып тұрды деп айта алмаймын. Мен дұрыс көрмей тұрды. Бұрын кең болды деп айта алмаймын. Бірақ мына майлар былай кішкене басып тұратын болды. Енді қараңыздар. Менде әлі қарным тірейді, көтен тірейді. Вот. Осы до и после. Енді мыналар мұндай қатты тырсимай жақсы салыну үшін әлі де бір 90 килодай болу керекпін. Соға жеткіземіз деген ойдамын. Міне мен жерге салып кетейін. Оның алды видеолар түсірдім, сонда ол жерге қарап кетіңіздер. Қандай болып тұрғанын деген сияқты. Вот. Осындай жаңалық. Сіздерше қалай? Маңараңыз шешін ама. Неде болса, бірақ енді жауып тұр. Вау. Есімдерді майға мына еше шалға кішкене дұрыс тігілмеген бі бірдеңе. Бұлай қисық тұрады. Арт жағын түзесеңіз, дұрыс тігілмеген ғой кезінде. H&M'нің шалбары, бүйтіп істесеңіз, нормально, бірақ есек кете береді. Мына H&M'нің шалбары өте жақсы көремін өзім. Ұзындығы мынандай. Бісмилля. Очықта жатыр. Ондай қатты ұзын емес. Мына рубашка, Зараның рубашкасы. Өте маған ұнайды. Моделі. Ешкімге бермеймін, ешкімге таратпаймын дейсінде. Артығасын өзім киемін деп. Вот. Былай тұрса кішкенде хотя бы. Сол, қарағандарыңызға рахмет. Айтпақшы бүгінгі таңғы асымда қазір қарап кетіңіздер. Таң қыздар, мен таңғы асы бір тілімнен жарта өтсең. Онда фарш бар. Фаршты құрылған фарш үстінде 2 жұмыртқа. Осыны жеп аламын. Сағат қазір 12. Обед ужин бұл. Сол обед завтрак болып есептеледі. Сол қайта сосын бір стакан шай ішіп аламын. 3-терде или кофе. Сосын кешке білмеймін не бар. Көреміз, может, салат жеймін. Сол маған насып болсын, күндеріңіз жақсы өтсін. Міне осындай таңғы ас іштім. Кешке не жеймін? Тунецпен салат жеймін. Сол, қарағандарыңызға рахмет, күндеріңіз жақсы өтсін. Пока-пока. Кеш жарық қыздар. Бүгін ужинді кішкене ертерек ішейін деп жатырмын. Сағат дейтін әлі 6 болған жоқ. Осыны ішіп аламын. Нағыз қарным ашып жатса кефир ішемін кешке. Тунец, бір консерва. Сосын ішемін. Маған насып болсын. Қарағандарыңызға рахмет. Комментарий тастаңыздар. Каналыма тіркеліңіздер. Ертеңгіден көріскенше.